Саламатсыздар ма оқушылар? Сабаққа 96-шы сабақ. Сен осы сабақта мәтін бойынша нақты сұрақтар қоясың. Және де көркем шығарма үзіндісін басқа үлгіде или нұсқасымен салыстырасың. Жіберілген пункттарды абрахаблиялық қателерді түзетесің. Көлдер қалай пайда болады? Өгем көлі және де Есіл Арна көлі. Бұл әрине көптеген жаңбырлардан ағып жатқан түрлі сулар. Осылай көл пайда болады екен. Сұрақ жауап әдісі. Көлдің суы қандай болады? Жауап бере қояйықшы. Дұрыс айтасыздар. Көлдің суы мөлдір болады екен. Көлдің жағасында не өседі? Дұрыс. Көлдің жағасында түрлі қамыстар мен шөптер өседі екен. Көлде қандай құстар болады екен? Дұрыс айтасыздар. Көлде аққу, қаз, үйрек, тағы басқа құстар мекен етеді екен. Енді біздің Сәкен Сейфуллин жазған көлде мәтінін оқып көрейік. Көл ортасында қалың жасыл қамыстың айналасы айнадай жылтыраған киік жайқан. Сол жайқында аппақ болып шайқалып екі аққу сыланады. Ақырын әсем жүзіп көлеңдейді. Екі аққу ұзын сұлу мойындарын киеді. Көл ортасында сыңқылдайды. Аппақ денесін күміс суға төсейді. Күміс судан айнадай мөлдірін шымырлатып сызады. Екі аққудың нәзік сұлу үні сыңқылдайды. Жайқан бұл жерде көл деген мағынаны білдіреді екен. Ал бұл мәтінді Сәкен Сейфуллин ағамыз жазған. Мәтіннің авторы туралы не білеміз? Сәкен Сейфуллин қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, қоғам қайраткері, ақын әрі жазушы. Азан шақырып қойған аты Сәдуақас. 1894 жылы 15 қазанда Қарағанды облысының Ортау мектебінде дүниеге келген. Оның Албатрос, Қызыл ат, Көкшетау және тағы басқа шығармалары бар екен. Енді балалар, біз қай мезгіл екенін сәйкесін табуымыз керек екен. Ал сәйкесін тауып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Мәтінде қандай жыл мезгілі туралы айтылған, оны неден аңғарған? Жаз мезгілі, көл ортасында қалың жасыл ала қамыс. Мәтіндегі аққудың сипатына қатысты сөздер тап. Аққу ұзын сұлу мойындары, аппақ денесі, сұлу үні. Бұл әрине мәтіндегі аққудың сипатына қатысты сөздер. Енді мәтіндегі аққудың қималарына қатысты сөздерді тап. Сыланады, жүзіп көлеңдейді, иеді, сыңқылдайды, төсейді, сызады, сұңқылдайды. Суреттер сөйлейді. Осы жерден тауып оқиық. Көл ортасында және қамыс, екі аққу және де суға төсейді. Енді балалар, 7-ші тапсырма. 5 жолды өлең құрастыр. Бірінші зат есім не? Екінші сын есім қандай? Етістік қайтты? 4. Тақырыпқа қатысты 4 сөзден тұратын сөйлем жаз. 5 синоним. Ал балалар, жазып болсаңыздар, кәнекей тексеріп қойыңыздар. 5 жолды өлең. Біріншісі аққу, екіншісі аппақ, үлпілдек, үшіншісі жүзеді, сыңқылдайды, үшіншісі жүзеді, сыңқылдайды, сызады, төртіншісі аққудың балапаны сой болады, бесіншісі құс.
жарайды балалар, қатесін табайық. Ағаран әсем жүзіп келейін дейді, күміс судың айнадай мөлдірін шымырлатып сызады. Ақыран әсем жүзіп көлеңдейді, күміс судың айнадай мөлдірін шымырлатып сызады. Жарайсыңдар балалар, мен сендерге